Так, кеттік бастайық. Бүгінгі видеода структура жайлы айтатын боламыз. Жалпы Smart Money'да структура ол база, бұл основа. Сондықтан кеттік. Структураның неше түрі бар? Негізі структураның 3 түрі бар. Получается, бізде ол восходящая структура, нисходящая структура және боковик. Әр структураның өзінің точкалары бар, максимум минимумдары. Мысалы, восходящая структура бізде қандай? Бізде оның минимум бар, максимумы, минимум, максимум деп кете береді. Әр точканың бізде аты бар. Получается, восходящая структурада негізі өзінің екі точкасы бар. Бұл бізде higher high және higher low. Получается, не деген сөз? High деген high, low деген low. То есть high деген бізде бұл максимум, low деген бұл бізде минимум. Получается, қараңыздар, бір жағынан біз сонымен қатар структураны алатын кезде, мысалы бізде восходящий кетіп бара жатыр, біз мына екі параны алатын боламыз, каждый вот. То есть, мысалы бізде мынау максимум, оның минимумы мынау емес. То есть, мынау максимум болса, біз мынаны айтамыз. Получается, бізде баға көтерілді, көтерілген кезде мына жерде, мысалы 200 болса, оның минимумы бізде қайсы? Мына жердегі 100, мысалы. Ол міне. Получается, мынау бізде higher high деп екі әріппен көрсетеміз. Мынау бізде higher low кетеді. Келесі бізде мынау higher low, мынау higher high. Получается, higher high дегеніміз бұл высокий максимум, higher low деген высокий минимум. Получается, просто қалай жаттау керек? Оңай болу үшін просто higher деген сөзді восходящий структурада қолданасыздар. Вот мына сөзді. А high деген бұл максимум, low деген бұл минимум. Болды. Получается, мысалы, мынау қандай точка? Бұл бізде higher high. Мынау қандай точка? Бұл бізде higher low. Дұрыс па? Өйткені мына жерден былай көтерілді. Мынау максимум минимум қайсы? Ол міне. Мынау минимум максимум қайсы? Ол міне. То есть біз мына көтерілген парларды алып отырамыз. Кеттік, келесі. Келесі бізде нисходящая структура. Получается, былай. Бұл жерде то же самое. Бізде өзінің точкалары бар. Олардың аты қандай? Бізде уже lower деген басталады. Lower, получается, lower high бар. Және lower'дың low бар. Lower деген как нисходящая структура ретінде жатталсаңыздар болады. Мысалы, бізде вот былай кетті, былай. Максимум, минимум, максимум, минимум. Мысалы, бұны қалай жаттаймыз? Получается, бұл жерде біз құлаған параларды аламыз. То есть, lower high және lower low, ол екеу пара. Ол екі параны былай отырамыз. Каждый құлаған сайын. Мысалы, мынау минимум, максимум қайсысы? Мынау минимум өзі. Бұл бізде қандай? Бұл бізде lower low. Дұрыс па? Нисходящая структураның минимумы. Оның максимумы мынау болмайды. Оның максимумы мынау болады. Получается, lower high. Келесі, мынау минимум. Мынау бізде lower low. Келесі оның максимумы мынау lower high деп кете береді. Енді әр трендтің өзінің условиясы бар. Получается, бізде, мысалы, восходящий трендтің условиясы қандай? Восходящий тренд бізде, допустим, минимум бар, оның максимумы бар. Бірінші условие, восходящий тренд кезінде біз тек қана максимумдар жаңартып отыру керекпіз. То есть бізде минимумға түспеу керек. Мысалы, келдік, хоп, көтерілді. Жаңа максимум қойды. Мынау бізде жаңа максимум көтерілген, мынау жаңа минимум. Қайтадан түсет, ол мына жаққа жетпеу керек. Түсті ма, көтерілді, келесі максимумға барады. Қайтадан жаңа минимум, жаңа максимум деп кете береді. Оп. Енді екінші условиясы қандай? Екінші условиясы өзімен байланысты. Бұл получается бізде восходящая структурада баға никогда минимумға бармау керек. Бармау керек. Мысалы, көтерілді, максимум, минимум, баға қойды, мына жерге түсе алады, бірақ минимумға бармау керек. Көтеріледі. Нисходящая структураның условиясы тура солай, бірақ наоборот. Бізде, мысалы, құлап келе жатыр. Бізде максимум бар, бізде минимум бар. Баға тұрды ма, ол маған бармау керек. Баға тұрады, көтеріледі, құлайды. Получается, мынау бізде новый максимум, новый минимум. Қайтадан көтеріледі, құлайды новый минимумға. Солай кете береді. Мынау минимум, мынау максимум. Көтерілді, кетті. Енді сұрақ. Бізде егер вот нисходящая структура бар. Нисходящая структура кеп құлап келді. Мысалы. Ал егер бұл максимумда тесіп кеткен жағдайда не болады? Бұны біз слом структуры дейміз. Получается, бұны BOS дейді. То есть break of structure, то есть слом структуры, буквальный перевод. Бізде структура сынды деген сөз. Структура бұзылды, былайша айтқанда. Неге? Өйткені бізде минимумға барудың орнына бізде баға максимумға кетіп қалды. Дұрыс па? Получается, бұны біз именно осы последний максимумды мына жерде, именно бұзылған максимумды біз BOS деп көрсетіп қоймыз. Значит, үлкен шанспен бізде тренд ауысады. Түсінікті ғой. Бұндай кезде біз не істейміз? Қайтадан новый максимум жазамыз, новый минимум жазамыз. Енді көреміз, баға не істейді? Минимумға қарай кете ма, әлде максимумға қарай кете ма? Егер баға қайтадан тұрып максимумға кететін болса, бізде уже подтверждение тренда. То есть бізде
максимумды бір рет обновить етті, екінші рет жаңартты, болды. И бізде, значит, восходящая структура басталды. Аптренд дейді, восходящая структура дейді. В общем, разница жоқ. Бізде восходящая структура кетіп бара жатыр. Қайтадан келді, тарс, все болды. Бізде восходящая структура басталды. Енді сіздер білесіздер, бізде график бүйтіп ровно қозғалмайды, дұрыс па? Келіп, оп, слом болды, оп, оп деп қозғалмайды, дұрыс па? Қалай қозғалады? Бүйтіп тұрады, құлайды. И көтерілетін кезде де бізде самое главное, қараңыздар, шатаспау керек. Көбісі ойлап қалады, о, бізде мынау максимумдар жаңартып жатыр. Все, бізде восходящая структура басталды деп ойлайды. Жоқ, бұл бұлай емес. Бізде пока мынау максимумды или минимум теспегенше бізде пока структура анық емес. То есть пока бізде, ол нисходящая структура. Бірақ мынау бізде точно слом емес, восходящая структура емес. Бұл бізде внутренняя структура. То есть внутренняя структура деген не? Внутренняя структура дегеніміз бұл максимум мен минимумның ішінде болып жатқан жағдай, қозғалыс. Вот мына максимум тесімі вот осы жағдайда ғана ананы біз слом деп айта аламыз. Өйткені біз соңғы максимумды тестік. Мынау максимум емес, мынау барлығы максимум емес. Бұл бізде просто внутренняя структура. Қайтадан көрсетеміз, жаңа максимумды көрсетеміз. Оның минимумы қайсы дейді? Көбісі ойлайды, вот мынау бізде максимум болса, оның минимумы мынау дейді. Жоқ, қателесесіздер. Бізде табудың оңай способы бар. Минимумда, мысалы, бізде получается максимум, минимум кезек-кезек жүреді, дұрыс па? Максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум. Получается, бізде міне максимум тұр, бірінші максимум, міне екінші максимум тұр. Бұның минимум табу үшін өзі айтып тұр. Мына екі диапазонның ішіндегі ең төменгі точка қайсысы? Ол мынау. Болды. Осы қалады бізде. Келесі тұрды, жүрді, көтерілді. Жаңа максимум қойып тастады, дұрыс па? Қайтадан жаңа максимум бар. Міне, мынау бізде higher, мынау higher. Higher low қайсысы? Қайсысы болады? Мынау бола ма? Бұндай кезде то же самое. Мынау бізде бірінші максимум, жаңа максимум, мынау старый максимум, осы екі диапазонда ең төменгі точка қайсысы? Ол міне. Болды. Получается, мынау бізде минимум. И кете береді. Тарс, мысалы. Кетті. Жаңа максимум, жаңа минимум. Тарс, кетті. Все. Жалпы теория жетеді деп ойлаймын. Қысқада нұсқа. Енді практикада қарап көрейік. Практикада қарайтын болсақ, так. Часовой таймфрейм. Мына жерден бастап көрейік. Восходящая структураны, получается, бізде нисходящая структура болды. Құлады, тарс. Соңғы минимум бізде мынау. Дұрыс па? Оның максимумы қайсы? Последний минимумның, ол міне. Дұрыс па? Міне. До этого құлады, тарс. И мына жерде максимум тескен кезде бізде не болды? Бізде слом болды. Бізде до этого не істеді? Минимумды жаңартты, и бір кезде тұрды, максимумды жаңартып жіберді. Кеттік. Жаңа максимумды көрсетеміз. Жаңа максимумымыз қайда? Бұл міне. Жаңартты. Дұрыс па? Получается, бізде тренд келді, құлады, көтерілді, и көтерілді мына жерге дейін. Мынау бізде вот осындай жағдайлар болады. Мына жерде шатаспау керек, мынау слом болмайды. Міне бізде соңғы максимум, соңғы минимум. Кеттік. Дальше. Жаңа максимум қойды, оның минимумы мына жерде. Құлады, көтерілді. Мынау бізде жаңа максимум. Дұрыс па? Получается, бізде тарс и түсінбей жатырмыз. Мысалы, мына минимум қайсы болады? Получается, біздің жаңа максимум, мынау старый максимум. Осы екі диапазонда ең минимум қайсы? Ол міне. Дұрыс па? Значит, бізде осы минимумыз болады. Получается, бізде баға не істеді? Түсті, көтерілді. Кеттік, келесі. Жаңа максимум орнаттық. Дұрыс па? Жаңа максимум орнаттық. Оның минимумы қайсы? Мынау біздің максимум, минимумы. Уже сіздерге көрініп тұрған шығар. Міне. Кеттік. Келесі. Жаңа максимум орнатты. Оның минимумы қайсы? Артқа барамыз. Мынау емес. Міне ең төменгі точка. То есть міне. Мына екеуінің арасындағы осы екі диапазонның арасында ең төменгі точка ол міне. Кеттік. Дальше. Жаңа максимум орнатты. Мына максимум, оның минимумы қайсы? Мына екеуінің арасындағы ең төменгісі. Бұл мынау деймін. Болды. Мына жерде бізде уже слом болды. Көрдіңіздер ма? Слом болды, получается. Қайдадан? Новый минимум. Минимумды бір рет обновить етті, минимумды екінші рет обновить етті тұр. Получается, бізде уже подтверждение тренда бізде нисходящий басталады. Жаңа минимум қойдық, оның максимумы қайсы? Бізде получается көтерілді, түсті, и бір жерден тағы құлады. Ол мына жерден құлады. Дұрыс па?
мына екі диапазондағы бізде не керек? Ең жоғарғы точка, біздің lower high'ымыз. Міне. И бұл жерде сұрақ болуы мүмкін. Мына жерде мысалы біз жаңартып кеттік қой. Мына жерде бізде тень асып кетті ғой. Бұл бізде слом болмай ма? Жоқ. Слом болу үшін бізде сломды денемен жасау керек. То есть мына жерде де тоже мен мысалы мына фитильді мен слом деп алмаймын. Мына жерді. Мен слом болу үшін менде бұл обязательно денесімен тиісу керек. Мына жерде то же самое. Бізде жоғары қарай слом жасау үшін денесімен тиісу керек. Фитильмен тиісіп ма, бұл менде слом болып саналмайды. А для продолжения тренда мен фитильді ала беремін. Кеттік дальше. Новый минимум. Максимум қайсы? Максимум мен тұр. Қайдан көреміз? Жаңартты ма? Жаңартты. То есть на продолжение уже фитиль ала береміз. Но минимум, максимум қайсы? Құлады, көтерілді, құлады. Но бізде максимум. Вот мына жерде сломды қайтадан. Мен мынаны слом деп алмаймын. Міне слом. Мына жерде болды. Кеттік, слом болды, дальше баға көтеріліп кетті. Жаңа максимум орнатты. То есть міне структурамыз уже более-менее түсінікті болып келе жатыр. Түсті көтерілді, тарс. И былай бізде қысқаша нисходящий болды, қайтадан бізде восходящийға ауысты. Мына жерде менде максимум, қайтадан максимумды жаңартты, максимум. Екеуінің арасына минимум қайсы? Міне, дұрыс па? Мына жақта кішігірім боковикте тұрды. Вот денесімен тесті. Так, хотя на продолжение бола береді. Максимум жаңа. Минимум қайсы? Міне. То есть откатын берді, көтерілді. Тарс, жаңа максимум қойды. Жаңа максимум қойғаннан кейін, міне. Минимум. Максимум. Болды. Асты қарай слом жасады и кетті. И осылай жалғасып кете береді. Енді бұл жерде сұрақ бұл бізге вообще негізі в целом не үшін керек. Енді мен мына видео прям новичоктарға емес. Бұл более-менее опыты бар адамдарға. Егер новичоктарға түсіндіретін болсам, басында айта кету керек. Бізде енді нисходящий структура кетіп жатыр. Енді сіздерде вариант бар. Сіздер қайда ашасыздар сделканы мына жерде? Лонгқа ашасыздар ма, шортқа ашасыздар ма? Әрине шортқа ашасыздар. Мына жерден тұрып, өйткені бізде каждый раз минимумды обновить етіп отыр. Дұрыс па? Мен мына жерден келем, позициямды ашам, стоп лоссымды жоғары қарай максимумға қоям. Дұрыс па? Неге максимумға қоям? Себебі нисходящий тренд кезінде максимумға бармау керек. Егер баратын болса, бізде слом болады и үлкен вероятностьпен бізде баға көтеріліп кетеді. Дұрыс па? Сондықтан мен осы жерге қоям стоп лоссымды. И take profit'ым как минимум мына жерге. Стоп лоссымды. Так, сделкамды ашам, стоп лоссымды қоям, take profit'ымды қоям. И баға дальше отработкасын береді. Графикта примерде міне мысалы. Слом жасады, подтверждение жасады. Бізде көтерілді. Осы жерде мен баға түскен жерде мен лонг ашу керекпін. Мысалы, мына жерден ашсам да болады. Мына жерден де, қай жерден болса да, любой жерден ашсам болады. Самое главное, менде стоп-лосс минимумда тұру керек. Take profit'ым максимумда тұру керек. Дұрыс па? Міне. Осындай логикамен мен стоп-лосс тұрған жоқ. Менде баға әрине келіп минусқа барды, одан кейін мен уже целіме жеттім. Дұрыс па? Енді әрине бұл жерде сіздерге не үйрену керек? Дальше сіздерге уже дұрыс точка входа табуды үйрену керек. То есть қалай дұрыстап сделкаға кіру керек? Қай жерден кіру керек? Чтобы сіздердің рисктарыңыз, жалпы табыстарыңызбен кішкене жақсырақ болатындай. Оны кейінірек түсінесіздер, новичок болсаңыздар. Кетеді. Дальше қайтадан то же самое бізде. Минимум, максимум көтерілді. Сіздер көтеріліп бара жатқанда кірмейсіздер ғой, дұрыс па? Сіздер откатты күтесіздер. Откат бергеннен кейін бір жерден кіріп кетесіздер. Получается, ол бір жеріміз, ол мынау болып тұр. Кіресіздер и стоп-лоссарыңызды минимумға қойсыздар. Мынау минимум емес. Вот ойлауларыңыз мүмкін, неге мен мына жерге қоймаймын? Мына жерге қоймаймын, потому что бұл менде әлі жаңартқан жоқ мына жерде. То есть пока вот график мына жерден жоқ деп есептеңіздер, график осы жерде тұр. Біз білмейміз қашан көтерілетінін. Ол мүмкін график осы жерде тұрған, ол мүмкін төменірек түсетін еді, сосын баратын еді. Дұрыс па? Сондықтан мына жерге қою не безопасно. Біз білеміз, бізде уже бекітілген минимум бар. Неге бұл бекітілген минимум? Себебі бұл мына жердегі максимумды қойды. Көрдіңіздер ме? То есть осы минимум арқылы бізде жаңа максимум пайда болды. Ал реальный графикте отырсақ мына жерде бізде мынау минимум, вот баға осы жерде тұр, мына максимумды пока қоймаған, так что біз білмейміз. Мысалы, вот как будто мына жер сияқты ғой. Мысалы, сіздер реальный графикте осы жерде тұрсыздар. Сіздер мына жерден тұрып, сделкаға кіріп, стоп-лоссты былай қоя алмайсыздар. Не себепті? Потому что мына минимум мына жерді жаңартқан жоқ. Сондықтан бұл минимум емес. Жаңартқан кезде ғана минимум болады. А бізде бекітілген минимум мін тұр. Сондықтан самый безопасный способ қойып мына жерден кірсек, стоп-лоссымыз уже бекітілген минимумда тұрады. Вот сол кезде біз тейққа жетеміз. Түсіндіңіздер ме? Келесі мысал нисходящий кетіп бара жатыр. Слом жасады. Допустим, мына примерді қарастырып көрейік бізде. Құлады, көтерілді.
мына минимумның артына қоя алмаймыз. Бізде мысалы баға мына жерде тұр. Сделканы ашамыз ба, стоп лосс всегда максимумға қоямыз, тейк профитіміз минимумға. Өйткені бізде нисходящий тренд басталды, дұрыс па? Мына жерде бізде минимумды бірінші рет обновить етті. Бізде бұл слом подтверждение тренда болды. То есть бір рет, екі рет и үш рет болды все. Екі рет істесе жетеді. Енді бұл чисто структура бойынша. Аштық кіреміз. Енді қайталап айтамын, енді кішкене сіздерге не үйрену қалды? Сіздерге именно мына откаттың именно қай жерінен кіру керек екен. Мына жерден кете ма, мына жерден кете ма, вот осыны табу ғана қалды. Оны енді келесі видеоларда үйренетін боласыздар. Жалпы енді бірінші видео структура рынка бойынша осы. Болды. Келесі видеоларда кездесеміз. Так что видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер и каналға подписаться етіп қойыңыздар. Сол кезде видеолар уже чаще шығады, жиірек. Все, давайте.